Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта столбик без накида тоқып үйренеміз. Ең алдымен 11 воздушный петлядан цепочка тоқимыз. Цепочка тоқуды менің алдыңғы видеомнан қарап үйренсеңіздер болады. Міне қараңыздар, цепочка тоқып алдық. Енді бірінші қатарымызды 10-шы петлядан бастап тоқимыз. Қараңыздар, осы петлядан бастап тоқимыз. Ең алдымен крючогымызды петлямыздың бір қабырғасынан өткізіп, жұмыс жібін крючогымызға ілдіріп, өзімізге қарай тартып шығарамыз. Міне қараңыздар, крючокта 2 жіп. Жұмыс жібін крючогымызға ілдіріп, 2 жіптен бірдей өткіземіз. Қараңыздар, міне. Мына біздің бірінші столбик без накида. Екінші столбикті дейтін солай. Петляның бір қабырғасынан өткізіп, жұмыс жіп тартып шығарамыз. Қараңыздар, 2 жіптен осылай қатар өткіземіз. Осылай қатар аяқталғанша әр петляның бір қабырғасынан алып тоқимыз қатардың соңына дейін. Мына біздің соңғы петлямыз. Қатарымыз аяқталды. Қараңыздар. Енді екінші қатарға өту үшін бір воздушный петля тоқимыз. Осылай тоқымамызды айналдырып, екінші қатарды тоқимыз. Қараңыздар, екінші қатарда тоқыманың әр қатары анық көрініп тұр. Енді бір қабырғасынан емес, петляның 2 қабырғасынан алып тоқимыз. Крючогымызды осылай 2 қабырғасынан бірдей өткізіп, крючогымызда 2 жіп, осылай жұмыс жібін тартып шығарамыз. Мына бізде бірінші столбик без накида. Екінші столбик тоқимыз. Қараңыздар, 2 қабырғасынан бірдей алып жатырмын. Әр петляның осылай 2 қабырғасынан алып тоқисыздар. Екінші столбик без накида, үшінші столбик. Осылай қатар аяқталғанша тоқисыздар. Қолдарыңызды жаттықтырып, қайта-қайта тоқи беріңіздер. Осылай міндетті түрде қолдарыңыздан келеді. Мына біздің соңғы петлямыз. Міне қатарымыз аяқталды. Әр қатарға өтер кезде бір воздушный петля тоқып, келесі қатар тоқисыздар.